Саламатсыздар ма оқушылар? Ал ядролық физикаға да жеттік. Физиканың ең қиын тарауының бірі, көбісі құлайтын осы ядролық физика. Бүкіл нд-да келу ықтималдығы жоғары есептердің барлығын көрсететін боламын. Теория, есеп, яғни аз уақыттың ішінде сендіруға тырысамын. Смело 5 жеті қосуға болады осы ядролық физикадан. Ал кеттік. Уақыт көп созбайық. Сабақтар 7-8 минуттан аспау керек. Так, протонды ашқан ғалым кім дейтін болсақ, бірдестен Резерфорд деп жауап береді екенбіз. Яғни протонды ашқан ғалым бізде Резерфорд екен. Енді протон дегеніміз не? Протон дегеніміз бұл 1-де 6, 10-ның 19 дәрежесі кулон, оң зарядты элементар бөлшек деп жауап береді екенбіз. Так, келесі. Нейтронды ашқан ғалым. Енді бұл сұрақ көп кездеседі деп ойлаймын. Ол бізде Чедвик. Нейтронды ашқан ғалым дейтін болсақ, сразу осы Чедвик деген жаттап алу керек. Енді нейтрон дегеніміз не бұл? Нейтрон дегеніміз ол бізде заряды жоқ элементар бөлшегі. Яғни заряды бар ол бізде протон, электрон, бірақ заряд жоқ, ол бізде элементар бөлшек, ол нейтрон болып саналады екен. Так, енді мынандай бір есеп, көбісі қателесетін мыдан. Суретте 4 түрлі атомның планетарлық моделі көрсетілген дейді. Бордың атомына сәйкес келетіні қайсы деген сұрақ қойып тұр ғой енді. Енді қарайық, біз мынандай нәрсені түсінуіміз керек та. Мынаған қараймыз. Жалпы берілетін есепте, физикада берілетін көптеген элементарлық модельдер, бұлар бізде бейтарап болып саналады. Бейтарап дегеніміз не? Бейтарап дегеніміз оның протондар мен электрондар саны тең. Ал енді протон дегеніміз не ол бізде? Мынау егерде бізде қандай элемент болатын болса, x, мынау a, мынау бізде z қой да. Тура сол сияқты мына жақта біз борд аламыз 15-те 5 деп. И потом z дегеніміз 5-ке тең, да? Что такое z? Z дегеніміз ол бізде это есть протон. Бұл дегеніміз бізде протон, демек протондар саны бізде 5-ке тең деген сөз. Ал бізде осындай химиялық элементте қанша протон болатын болса, сонша электрон болады. Ал мына планетарлық модельдің сыртына айналып жүргендер не ол бізде? Ол электрондар. Протон 5-еу, электрон 5-еу. Демек 5 деген мынандай вариантты қарастыра саламыз да, шық еткізіп 3 па, 3-ші модель дұрыс деп сыны белгілеп кете береміз. Так, енді мынау то же самое, көп қателеседі. Изотоп деген не, изобара деген не? Осы нәрсені кішкене конкретно түсініп алу керек қой бұл жерде, да? Енді изотоп дегеніміз не? Қараймыз. Сразу изотоп деген бізде Е варианты деп айтып өтемін. Неге? Изотоп дегеніміз, бұл бізде протондар саны, яғни мынаяқтағы элементті мына көріп тұрсыздар ма? 8. Протондар саны, яғни Z. Z дегеніміз это протон, яғни сол Z өзгермейтін константа. Өзгермейтін осындай бір химиялық элементтің протондар саны өзгермейді, бірақ нейтрондар саны өзгеретін болса, онда ол бізде изотоп болып саналады. Ал енді изобара дегеніміз не? Изобара дегеніміз ол керісінше. Изобара. Міне, ол жақта Д нұсқасы. Неге? Изобарада мынандай, қарап тұрсақ, міне 3, мына жақта 3, демек изобарада бізде, яғни нуклондар немесе нейтрондар деп айтамыз ба? Нейтрондар деп айтайық. Жоқ. Нейтрон деген келмейді, нуклондар, яғни массалық саны өзгермейтін. Массалық саны. А дегеніміз ол бізде нуклондар ғой, нуклон деген это есть протон и нейтрон. Демек, осы массалық саны өзгермейтін, бірақ протондар саны астындағысы. Мынау 1, мынау 2. Протон өзгеріп отыр. Сол өзгеретін болса, бұл бізде изобара деп аталады. Демек, изотоп дегеніміз бұл бізде протон саны өзгермейді. Нейтрон өзгереді, ал изобарада бізде наоборот массалық саны, немесе нуклондар саны, өзгермейтін, бірақ протондар саны өзгеретін элементтерді айтады екенбіз. Түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай. Атом ядросының радиусының анықтау формуласы. 100% бұл видеоны көрген 95% оқушылар мына формуланы білмейді. Даже 97-98, білетіндер бір-екеу ғана шығар, бір 100 адам көретін болса. Нұсқа бізде сын нұсқасы. Яғни біз атом ядросының радиусының анықтау формуласы ол бізде R тең R нолевой, А-ның 3-тен 1 дәрежесі. Яғни А дегеніміз былайша айтқан кезде кубтық түбірде тұр деп айтамыз. R0 дегеніміз ол бізде не? Ол бізде яғни өзгермейтін шама. R0 дегеніміз ол бізде яғни былайша айтқан кезде орташа радиусы ғой, кез келгеннен бастапқы. R табу үшін сонда R0-ді осы А-ның 3-тен 1 дәрежесіне көбейтеді екенбіз. Осын жаттап алу керек. Так, енді массалық деген келді. Енді масса ақауының формуласы. Масса ақауының формуласы бізде қайсы болып саналады? Масса ақау дегеніміз бізде дельта М, және оның формуласы біз мынау деп айтады екенбіз. Сын нұсқа жаттап алыңыздар.
яғни дельта М кейбір источниктерде былай немен де жазады? Z M протон плюс N M нейтрон деген сияқты, иә? Қазір мен дұрыстап жаза салайыншы. Так, бүйтейік. Так, яғни дельта М кейбір источниктерда немесе N-дағы жаңағыдай нұсқа талдауларда байнанда келуі мүмкін да. Мен соны сіздерге көрсетіп өтейін деп жатырмын, өйткені қиналмасын деген ниетпен. Әне. Яқта көбейтілген азайтылған М ядра. Осылай да кездесуі мүмкін. Z деген протондар саны, N деген нейтрондар саны, мынау соның массасы, мынау соның массасы. Плюс, яқта минус. Мынау бізде енді ядроның массасы деп айтсақ болады. Мынау тура сол. Просто A минус Z дегеніміз, ол бізде нені береді? A минус Z дегеніміз, это есть бізде N. Өйткені біз жаңа ғана мен есептің басында айттым. А деген не ол? Нуклондар саны. Нуклондар дегеніміз ол нейтрондар мен протондардың қосындысы. Түсінікті ғой, иә? Міне. Так, сонымен вариант демек бізде қайсысы болды? Вариант бізде С нұсқасы болды. Енді осының астына қарап мына бір есеп шығару керек болады, иә? Гелий ядросының масса ақауын табу керек екен. Масса ақауын табамыз. Демек, не істейміз жаңағыда? Жазамыз дельта М, иә? Ол дегеніміз бізде Z M протон плюс N көбейтілген MN жақшаның ішінде азайтылған М ядро. Тең Z дегеніміз, енді қараймыз, гелий элементі бізде гелий 4-те 2, яғни протондар саны Z ол бізде 2-ге тең, ал нейтрондар саны ол бізде 4 минус 2 дейміз, всегда үстіндегісін астына азайтамыз 2-ге тең, демек бұл бізде нейтрондар саны болады екен. Демек, мына неқта 2 көбейтілген М протон, яғни мынаны қоямыз, мысалға 1, 0, 0, 728 деген сияқты. Плюс тоже 2 мынаяқта MN-ге көбейтеміз. MN-іміз бізде 1,00866 и минус 4,001,5 бірді азайтып тастайды екенбіз. Так, калькулятормен есептеп тастайық, сразу қанша шығады екен. Так, көбейтеміз. 2 көбейтілген 1 өтір 0,0728. Так, мынаяқта бізде мынанша шығып тұр? 2,014,5,6 деп. И мына 2-ні көбейтеміз 1,00866-ға. И оған қосамыз мына 2,014,56-ны, азайтамыз мына 4,001,151-ді. Так, жауап бізде примерно 0,03 шығып тұр. Міне, МАБ, е? Не бұл МАБ дегеніміз? Қалай ойлаймыз? МАБ дегеніміз не бұл? Бірлік атомдық масса деп айтылады екен, е? Міне, осы нәрсені жаттап алу керек. Бірлік атомдық масса, керісінше оқылады, бірлік атомдық масса деп. Жауап бізде Б нұсқасы болады екен. Дәл осылай бүгінгі сабақты аяқтаймыз, ары қарай ядролық физикаға дәл осылай жалғастыратын боламыз сабақтарды. Міндетті түрде каналға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, сабақ ұнап жатыр ма, қаншалықты пайдалы болып жатыр деген сияқты ары қарай тағы да видеолар салынатын болады.